Нәтеңдә китеп барам, 4 егет сыра беренче банка куйганнар да теге калай банка. Күңел ачып ишеп утыралар. Хар күрсәтсәң ачулар килер. Әйтәс килә теге китеп барам. Ни урыс әйтә бит, все хорошо в свое время ди. Әле татарда берсе әйткән, әти мәрхүм сөйлидер. Мин өйләнгәч кенә ди, төн кыскара башлады ди. Tün kıska buldu di. Biləsiz indi. Tünlər di, mənə di, baxtsızlığa qarşı di. Tünlər də qısqa di. Mən öyrəngəçdi. Şu şəkildə mənə şoşı park məsələn anda barasın. Hazır indi bik qızıqsınmıysın. Ya ilk mənə bir mezgil buldu. Kama boyunda tünlüge kafelar, көңіллі su yanında, su üstünde şunday нәрсә коялар инде, плотмы шул нәрсә дип әйтәләр инде татарча. Шунда мәсәлән кафе утырасың. Ул вакытта редакция эшләгән чакта беренчедән ширки ашыйдыр. Соңдан теге Урта Азиядан киләдер халык. Алар теге малярия китерә дип куркып, аларны яз көннеме бус ирегәч ниләрне, ширкиләрне тукымын кырталар. Малярия таратмаслар дип. Элек мен мәсәлән исемдә редакция эшләгән чакта бер кыз белән әле хатта мин су керәм, су буенда торсам, ширки ашы яман. Суга керсәм инде суда гына торып булмый бит инде. Менә шулай искә төште, ул истә калды. Соңдан инде эштән киткәч, үземнең эшемне ачып, гәзит ачып җибәргәч, вакытым күбрәк булгач, алай кызык та түгел инде, кафелар ачып бетерделәр. Ни, хәзер дә менә мәсәлән tün boyuna otur. Ул вакытта мен әйтәс килә. Мен бит материал язырга кирәк. Кем газета эшләмәде, аны аңламый инде. Буштан бушка безнең баш мөхәррир якламасы. Кайда сез күрсәтегез, мәсәлән, җитәкче үзе эшләгән кешеләрнең башына шия. Шунда да у җыелышта теге баш бухгалтер мыр-мыр килә дә имеш. Алар ди иртә китәләр, соңрак киләләр эшкә. Ул тотты да әйтеп салды. Ул безгә белән бергә эшләгәч инде. Ни ди? Алар ди сез китеп каласыз өйгә ди. Алар ди эшләп утыралар, кайсы вакытта ял көнне эшлиләр. Сөйләдем инде шуны мен әйтәсем килә. Вот. Шуңа күрә ул кич белән син уйлыйсың, юк материал тапшыра, иртәгә бит тапшырырга материал. Шул тизрәк кайтып язасың аны. Шуны язасың. Хатта Сабантуй була. Сабантуйда көтеп торасың нәтиҗәләрен. Шунасын кич белән арып бетәсең, монда язырга кирәк. Шуның өчен иртәрәк мен әйтәм, уянырга кирәк. Төннә теге балконны ишеген ачып куясың, анда гармон уйный, бийләр чыгып биис килә. Юк, кызганычка каршы чыга алмыйсың, чөнки бер 3-4 сагать күзелендереп алырга кирәк. Шуннан сагать 3-кә 4-кә куясың да, будильникны мәсәлән, ул теге шалтырый, син торасың килми. Йокың туймаган. Инде 1 сагать көрәшәсең үзең белән. Шуннан сагать 4 булгач утырасың, тотынасың язырга. Беренче битне 1 сагать, юк, бер абзацны 1 сагать уйлыйсың менә. Ышанмассыз, ярты сагать инде минимум. Уйлыйсың, ничек башлап җибәрергә. Шуласын әкрен язасың. Хатта мен әйтәм, айда бер ничә бит язгач, ул бит репортаж, аны матурлап язырга кирәк. Былай гына түгел, теге информационный заметки дип ансы түгел бит ул. Бу репортаж, нәрсә күрәм, шуны җырларга кирәк матурлап кына. Вот, и шул берничә бит язгач, чыгып трамвайга утырасың. Трамвай 15 минут бара, шуны юл буена бара, язып барасың. Шунасын барып тапшырасың да ул материалны, ул теге компьютердамы, я ул вакытта машинкада җыя, син аны шуны тапшырасың да тагы язып утырасың. Ул ни урысча әйтмешли печатает инде, син аны тагы язып утырасың, бер битне тутырасың. Хатта мин исемдән беренче ел депутат чагымда мин ышанмассыз, бер вакытта күрсәтергә алам, мин сезгә күрсәтә алам. Фотографияларны шутламаса, инде фотографияларны бергә 4 бит гәзитне тулысынча тутырдым репортаж белән. Шул теге Сабантуйдан. Шуны язасың. Менә булай мәсәлән чыгып утырасы килә күңелләштерергә. Юк, беләсең, иртәгә планерка, иртәгә нәрсә. Хатта ул теге планерка соң калсаң, кирмә диләр, 1 минутка соң калсаң. Трамвайда
шақ бас таптамады, тағы нәрсе планеркада ұрыша кіртмей деп қорқасың. Шулай. Енді міне қарайым, шул тігі яңа елдан соң бізді 1 январ ялтабыз, 2 январ ішке шығарадыр. Тағы бір 7 ноябрь, шул оқ 8 ноябрьда ішке шығартадыр. Соңыдан қарасам, кішілер анаты көршіде санэпидстанция мәні, дезинфекцион станциялар хатта 3-4-5 күн ял етелер. Қазірде яңа елда көп ял етелер. Ол уақытта қылғындырып, имеш тиз, шул ял еттігізде тезірек шығыз деп нетем. Университетте да оқыған шақта мәйтесі келе имтихан 2 январда. Білесің, 2 январда имтихан. Ненде ол яңа елсің ял еттің де мәселен түн бойына түске қатылы еқлайсың енді. Қайшан әзірленірге? Міне шулай гіл бізге қайыршыға жел қаршы деп айтелер. Шоны қарайсына қайсы уақытта мәйтем. Уақытында еуқ ол тігі. Дорога ложка к обеду деп айтелер. Соңыдан енді тілесен не қатылы ер. Міне уақытында болашақта бір атнасына бір киноға жіберәдір, әти мәрхум. Екіншіде жібермей. Анда қошып барасың. Енді неше ай ұзғаш, ана қайтып ешік алдына тұрасың, кірмейше қорқып, ұрышыр деп. Ол тігі үндемейше кетіп қалсаң, шанс келіп, әне шақыра ашарға. Ашай башласаң, әти мәрхум әйті, анда кинода ашатмадылар ма де? Шулай деп енді. Шол енді неше ай ұзғаш, енді мәйтем, міне қазір енді киносына бар, қызық түгіл енді. Қатта енді клубларда бітті, бір нәрселерді yoğanda бір қызығы жоқ. Ал уақытта біт нәрсе қызық. Қызық, яңа ел біт нәрсе қызық. Үлкенлерінің бәйрәміне барсаң да қызық. Ол уақытта ауылда тігі айталар орысша бедный на зрелище деп. Ауылда не көңілі, не рахат енді. Сабан той шунда, нәрсесі бар енді шунда. Шол тек елына бір тапқыр лимонад кетірелер де, шуны алып ішәбіз енді. Қыш күні бір мороженое кетірелер. Шол ауылда бек шундай бигерәк енді хайыршы болды ма, ярлы болды олшы тігі неге нәрсе деп айтелер, на впечатление ма, на событие деп айтелер вақиғаға. Міне шулай. Әйінді міне бір елні әбі бір рұқшат болсын, Сиразиев Мәрвәр әбі деген мен айтқан уақытында хатында қызығына бір қызығына шул тігі ол енді шул 3 малайы бар, бір малай 2 қызы, шуны ялғыз қалам деп қартайғанда айырған, еріннен алып қайтқан. Шул бізді міне біз жәйкіні келіп бізде ял етелері, шул ұнықларына хатта көршідегі тігі өзбек қызы Сағадат деген шунда алып келедірі мәселен. Шул мені жәлләп алып кетті Өзбекстанға қишлақта 1,5 ай тұрдым. Мен ұжмақта шекілі болдым. Хатта Таджикстанға бардық, Худжантқа, анда Пәншәмбі базарға да бардық. Мәселен, анда Кайракум деңгіз деген шунда мен су кірдім. Анда зәңгәр хауа, көклер, зәңгәр су. Неше ел соңынан келіп шыққан ем шул жерге. Су кірген ем алай енді сезілмеді. Шул уақытта ұжмаққа ләккен шекілі. Міне әр қайсы өз уақытында, еш шағында, бала шағында сен ол тігі бігіректі бала шақта, ол шундай тігі айталар, острый впечатление де. Тирән ешіктір қала, истәлікті қала ешіктір көңілі шундай ұжмақта болған шекілі. Соңыдан, қазір мен үлкен кішіге мороженое алып бер, есі кетемі? Бәлекай бала мәселен, мороженое деп, шотлана, өзін бақытлы деп сеза, еске қала. Әлі мен уақытында айтасы келе, бірінші, екінші сыйныфта оқығанда бір қыш күні орыс малайы менге шул пластик тігі қар кесегі бола бейді, снежок тігі. Шун шекілі бір пластик менге кішкене тупны, оппақны бөләк еткен. Ғұмыр бойына шуны иске чырып, мен айтам міне шул тігі бөләгіне мен шотланып, мен айтам менге шуны. Өзіне қалса енді біз татар яғында болды ауылынан, алар біз білән тырышалары тату яшәргә, хатта мені бірге классташ, сыйныфташ Саша деген боладыр, Зинковский, ол меңа әнесі конторда эшләгәч түрлі булат болды, тәмле конфетлер аңа апайтқан ол тігі кибеттен меңа кетіріп берәдір. Ол өзі бек не сыйныфташлар ириска сұрғанда сұраса, ириска аша бет енді қағазынан. Ол аны түшнедәдір, аузындағы яртысын берәдір. Башқа сұрамасын деп. Меңа гіл шул бүләклер, шул конфетлер үләшәдір шул. Алар біз татар яғында тұрғаныны нешіктір бізге ихтирам білән қарайдыр. Шун білән тамам, исән сау тұрғыз жәмәғат.